Таяқшалы тәтті чупа-чупстың тарихы 1958 жылдан басталады. Чупа-чупсты Грауптың негізін салушы Енрик Бернат, оның әкесі де кондитер. Испаниядағы Барселонада Гранжа Астуриас деп аталатын кондитерлік дүкендері болған. 1958 жылы кондитер сатып алушылардың сұраныстарын қарастырып, маркетингтік зерттеу жүргізсе қалай болады деп ойлайды. Зерттеу жүргізу үшін ол барлық жауапкершілікті француз консалтинг фирмасына тапсырады. Нәтижесінде Бернат біршама қызық деректерге қанық болады. Оның өнімдерінің тұтынушылары орта есеппен 16 жастан кіші балалар болған. Бірақ өнімді дайындау барысында балалардың емес, үлкендердің пікірі қаралады. Осы олқылықты жөндеу үшін ол балалар қуана жейтіндей тағам әзірлеген жөн деген байламға келеді. Мұз тәттінің пайда болуы туралы аңыз бойынша Енрик бірде киімін ластаған үшін баласына ұрсып жатқан ананы көреді. Бар мәселе мынада еді. Шоколад жеген соң қолдары кірі әрі жабысқақ. Киімдерін ластайтын. Үйдің ішінде де осының кесірінен ретсіздік орнайтын. Осыны ескерген кондитер балалардың қолында жүретін. Шанышқы тәріздес тәтті жасау керек деп шешеді. Таяқшалар бастапқыда ағаштан жасалған. Кейіннен ол пластмассадан жасалатын болды. Кондитер дүкен иелерінен чупа-чупстердің кассаның жанында, балалардың қолы жететін жерде тұруына мән беруін сұрайтын. Енді ата-анасы баласының тазалығы үшін алаңдамайды да, кішкентайлар да тәттіні қалағанынша жейді. Бүгінде мұз тәттінің 100-ден астам дәмдері бар. Әлемдегі ең үлкен чупа-чупс 725 граммдық тұрады. Бірі қарағанда футбол добына ұқсас тәттілердің алғашқы атауы гол болды. Олай аталуының себебі де жоқ емес. Бастапқыда Бернат мұз тәттіні доп ретінде, ал ауызды қақпа деп ойластырған. Бірақ компания басшысы бұл атауға аса қанағаттанбай, кейін чупс деп өзгертіліп, соңында бүгінге атауына ауысты. 1962 жылы атауы да, сауда белгісі де ресми түрде тіркелді. Мұз тәттілер саудасы дамып, 1964 жылы компания атауы чупа-чупс деп өзгерді. Чупа-чупстың тарихындағы қызықты деректердің бірі марка дизайнын белгілі сюрреалист суретші Сальвадор Дали жасаған. 1969 жылы Бернат Далимен жерлесімен кездесіп, оған логотип салып беруін өтінеді. Ол бірнеше сағат ішінде түймедаққа ұқсайтын логотип салып береді. Бүгінгі логотиптің кей жерлерінен Далидің идеяларын толық болмаса да аңғаруға болады. Айырмашылықтары бастапқыда логоның жанында емес, кәмпиттің төбесінде жазылғандығында. 1988 жылы жасалған логотиптің редизайны қазіргімен бірдей. Танымал суретшінің чупа-чупсқа қатысы болуы да өнімнің бағасын арттыра түседі. 1960 жылдардың соңында компанияның Францияда алғашқы филиалы ашылады. Ал осыдан 20 жылдан кейін мұз тәтті бүкіл әлемге таралады. Күллі жер шарында керемет қолдауға ие болуына маркетологтардың мықты жұмысын атап өтпеске болмайды. Себебі қорапшаларда емес, арнайы әдемі дисплейлерде тұрғызылғандары да мұны ерекшелеп тұрады. 2008 жылы бренд өзінің жарты ғасырлық мерейтойын тұтынушыларымен бірге тойлады. Мерекелік іс-шараның кульминациясы Барселона өткен MTV концерті болды. Чупа-чупсы компаниясының бас кеңсесінің әлемнің 300 мыңнан астам нүктесінде 600-ден астам агенті бар. Чупа-чупстың негізгі өндірістік кешендері Барселонаның маңайындағы Сан Эстебе Сесровересте орналасқан. 2006 жылдың шілде айынан бастап Чупа-чупсы Граупты 400 миллион евроға Perfetti One Meli атты голланд-итальяндық трансұлттық компаниясы сатып алды.